Сәлем достар, Сүпіргенчектің арнасына қош келдің. Бүгінгі видеода біз сіздермен бірге дастарханға салфеткаларды әдемілеп қоюды үйренетін боламыз. Видеоның соңына дейін көріп, сізге қай түрі ұнағанына дауыс бере кетіңіз. 3 түрін үйренетін боламыз. Ол бірінші түрі мынандай, мінекей. Екінші түрі мынандай. Лотос гүліне ұқсайды. Үшінші түрі ол мынандай. Ең бірінші салфеткаларымызды ашып аламыз. Мынандай үлкен салфетканы алып алдық. Ең оңай түрі ол былай жасаймыз қазір. Мінекей. Яғни былай екіге бүктелген жерінен былай аламыз да бүктейміз. Мінекей. Мына жақ шетін қатты баспаймыз, себебі қатты бассақ бұл жерде мынандай ізі қалып қоятын болады, сондықтан ол әдемі көрінбейтін болады. Енді екінші жақ шетін дәл осылай. Мінекей бүктеп алдық. Енді былай ашамыз. Салфеткамыз дайын. Дәл осылай тарелкаға әдемілеп қойсақ болады. Фиолетовый түрінен де дәл солай жасасақ болады. Яғни былай. Мінекей оп-оңай бүйтіп алып, бүйтіп қоя саламыз. Дастарханға қойғанда мынандай тарелкаға қойсақ болады. Өте әдемі көрінеді. Екінші түріне кірісеміз. Ол үшін бізге екі түрлі салфетка керек. Екіншісі жасыл болса тіпті жақсы. Жасыл мен қызыл, розовый мен жасыл деген сияқты, себебі ол жапырақтың рөлін ойнайтын болады. Сары мен көкпен жасайтын боламыз. Салфеткаларды былай алып аламыз. Бүйтіп ішіне кіргіземіз. Тағы да аламыз. Ішіне кіргіземіз. Мінекей. Дәл осылай 5-6 салфетканы қайталайтын боламыз. Яғни бұл дастарханға уже бір адамға арналмаған, ортаға қойып қоюға арналған салфетка болады. Дастарханның екі жеріне қойып қойсаңыздар болады. Қонақтар қалған кезінде алып қолдана береді. Енді көк түрін. Көк түрінен 4 салфетканы жететін сияқты. Мінекей. Енді бас жағын былай қатты бір айландырып аламыз. Сөйтеміз да стаканнан. Енді салфеткамызды былай бұрып, бүйтіп алатын боламыз төңкеріп. Мінекей. Дайын. Бұны дастарханның екі жеріне қоямыз. Қазір көрсететін боламын. Екіншісін тезірек жасаймыз. Мінекей дәл сол технологиямен екіншісін жасап алдық. Мінекей. Менде кішкене қалыңырақ болды. Мен бұл жерге салфетканы көбірек қолдандым. Дастархан дайындағанда осылай екі жеріне әдемі етіп қойсақ болады. Мүмкін біз егер адам көп шақыратын болсақ, дастарханның бірнеше жеріне осылай гүл қылып, әдемі өзіміздің қалаған түстерден жасап қоямыз. Салфетканы алу өте оңай, мысалы бүйтіп алып қолдана береді. Яғни қолдану
өте оңай. Мінекей. Енді салфетканың үшінші түрін үйренетін боламыз. Ол үшін біз салфеткаларымызды былай ашып аламыз. Үлкен қылып ашып алдық. Енді төрт жақ шетін, яғни төрт жақ бұрышын ортасына қарата майыстырамыз. Мінекей. Былай ортасына алып келеміз, төрт жақ бұрышының барлығын. Барлығын қайталап жасап көрсеңіздер болады, өте оңай. Енді бізде осындай пайда болды, енді қалған төрт жақ бұрышын да дәл солай ортаға алып келеміз. Сізде егер бірінші ретте дұрыс болмаса, екінші рет қайталап жасап көріңіз. Міндетті түрде сіздің қолыңыздан келуі керек. Себебі барлығы оңай. Мінекей, төрт бұрышында дәл солай жасап алдық. Енді теріс қаратамыз. Енді қалған төрт бұрышты ішіне алып келеміз. Ескертемін, біз теріс қаратып алдық. Мінекей, төртінші бұрышын алып келдік. Енді осындай болды. Енді ортасынан ұстап тұрамын да, мына жақ шетін шығарамын. Сол кезде осындай гүлдер пайда болады. Нәтижесінде осындай гүл пайда болады. Мінекей. Бұның ортасына стакан қоямыз. Және бұны бүйтіп тарелкаға қойып қойсақ болады. Тарелкеге қойып, стакан қойып, осылай дастарханға ұсына аламыз. Сонымен достар, біздің салфеткаларымыздың жасалу жолын көрсеттім. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Егер ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі видеоның қандай болғанын қалайсыздар, міндетті түрде пікірге жазыңыздар. Себебі сіздердің ойларыңыз мен үшін өте маңызды. Маған өзіме мына түрі қаттырақ ұнайды.